Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын борщтың рецептісімен бөліскім келеді. Осы рецептісімен дайындасаңыздар, өте дәмді болып шығады, кепілдік беремін. Қазанымызға етімізді салып, үстінен салқын су құйып, қайнағанша бетін жауып қоямыз. Етіміз қайнай бастаған кезінде бетіндегі көпіршіктерін алып тастаймыз. Көбігін алған соң тұз салып, ең төменгі отта етімізді қайнатамыз. Ет піскенге дейін 40 қабатты ұсақтап тураймыз. Достар, осы YouTube каналымда тұрақты жаңа рецепттермен бөлісемін. Осы бейненің астында подписаться кнопкасын басып, жазылып қойыңыздар. Видеода көрсетілгендей барлық көкөністерді ұсақтап турап шығамыз. Сәбізді де мен ұсақтап турап шығамын қолмен. Өздеріңіз теркадан өткізсеңіздер де болады, бірақ теркадан өткізгенде қуырған кезде көкөністеріңіз езіліп кетуі мүмкін. Сол себепті мен өзім осылай турағанды ұнатамын. Картошкамызды да осылай ұсақ көбіктерге турап шығамыз. Қызылшаны да осылай ұсақтап турасаңыздар да болады, не болмаса теркадан өткізсеңіздер болады. Мен өзім осылай турағанды жақсы көремін. Міне достар, салмасына салатын біздің көкөністеріміз дайын болды. Мінекей біздің етіміз де пісіп қалды. 1,5-2 сағатта қайнап шықты етіміз. Енді етімізді алып, сорпасын сүзіп аламыз. Сорпамызды сүзіп алған соң, дәміне қарай тұз бен бұрыш салып, барлығын біркелкі араластырамыз. Сүзілген сорпамызға картопымызды салып, артынан бірден 40 қабатымызды салып, қаппағын жауып, орташа отта пісіремін. Табаға сұйық май құйып, жақсылап қыздырып, майымыз қызғаннан соң үстіне жуамызды салып, жоғарғы отта жақсылап қуырып аламыз. Енді үстінен сәбізімізді салып, барлығын жақсылап араластырып, қуырамын. Енді қызылшаны қосамын, барлығын жақсылап араластырамын. Ең соңынан томат пастасын қосамын, 1 ас қасық, барлығын жақсылап араластырып, отымызды сөндіреміз. Енді осы подливімізді қайнап тұрған сорпамызға қосамыз. Бізде картоп пен 40 қабат толығымен пісті. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қараңыздаршы, түсі қалай әдемі болып шықты. Енді шамалы 5-10 минуттай барлығын бірге қайнатып аламыз. Көкөністеріміз жұмсарғанша қайнатқан абзал. Сорпамызға кесіп қойған етімізді қосып, барлығын араластырып аламыз. Енді үстіне зелень укроптарды қалауларыңыз бойынша қосып,
барлығын жақсылап араластырамыз. Достар, осымен біздің борщымыз дайын болды. Дәмі өте керемет, дәмді болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Достар, егер сіздерге менің видеом ұнаса, подписаться етіп каналыма, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.